Бисмиллах деп бүгін сіздермен өзім заказға қабылдайтын рецепт бойынша бикеш саусақтары, яғни дамские пальчики тортының рецептісімен бөлісемін қыздар, жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға майды, үстінен суымызды құйып жақсылап ерітіп аламыз. Осылай май мен су толық еріп араласуы қажет. Осылай шамалы қайнап бастаған кезде үстінен ұнымызды салып, жақсылап араластырып қайнатпалы қамыр, яғни заварной тесто дайындап аламыз. Міне осылай толық араластырамыз. Біздің қамырымыз ыдыстың түбіне шамалы жабыса бастаған кезде уже дайын деген сөз. Дайын қамырымызды бөлек ыдысқа салып, жақсылап суытып аламыз. Үстінен жұмыртқаны саламыз. Қыздар, жұмыртқаны міндетті түрде біртіндеп қосамыз. Барлығын бірден қосуға болмайды. Егер сіздер барлығын бірден қоссаңыздар, сіздерде дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін ерінбей біртіндеп қосыңыздар. Миксерлеулеріңізге де болады, бірақ қою қамыр болған соң миксердің де шамасы келмей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай араластырып шығуға кеңес беремін. Дайын қамырымызды мешокқа салып, пергамент төселген қағазға құйып шығамыз. Мен осындай насаткамен әдемі көрінсін деп құйып шықтым. Егер сіздерге домалақ формасы ұнамаса, сопақтау, саусақтар сияқты етіп құюларыңызға да болады. Барлығын осылай құйып болғаннан соң алдын ала қыздырылған пеште қызартып пісіріп аламыз. Қыздар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламыз. Міне біздің печеньелеріміз, яғни профитроли эклерлеріміз осындай болып шықты. Ал енді крем дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға қантты, сливкиді салып жақсылап өзінің формасын ұстағанға дейін миксерлейміз. Ескерту қыздар, творожный сыр, сливки барлығы салқын, холодильниктен жаңа шыққан мұздай болуы қажет. Егер жылы болса, сіздердің кремдеріңіз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Ал екінші ескерту, ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды. Крем өзінің формасын ұстаса болғаны. Егер ұзақ уақыт 5-10 минуттай миксерлейтін болсаңыздар, сливкилеріңіз іріп, майы шығып кетуі мүмкін. Сол үшін 3-4 минут миксерлеген кезде кремдеріңіз осылай формасын ұстаса болды. Ұзақ уақыт миксерлемей тоқтатыңыздар. Крем осындай болуы қажет. Ал енді дайын печеньелерімізді, профитролилерімізді кремге осылай малып алып, тарелкамызға тізіп шығамыз. Осылай айналдырып, кремді толық жағып шығамыз. Міне осындай өте әдемі болып шығады. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осылай барлығын кремге малып болғаннан соң, мен үйге болғаннан соң үткіштен өткізілген шоколадты септім. Егер сіздерге заказға болса, үстіне шоколадты ертіп глазур ретінде ұсынуға кеңес беремін. Міне достар, біздің тортымыз дайын. Сіздермен болған жанар, назарларыңызға рахмет. Осындай әп-әдемі болып шықты.